Өскемен қаласының нөмері 7-ші өрт сөндіру бөлімінің аға өрт сөндірушісі Аслан Бекенов 2016 жылдан бастап төтенше жағдайлар саласында қызмет атқарып келеді. Ол өз кәсібін өте жақсы көреді және оны ең абыройлы мамандықтардың бірі деп санайды. Аслан Марқакөл ауданындағы табиғи өрттерді сөндіруге қатысып, бірнеше күн бойы әріптестерімен бірге орман аймағын қорғауға қатысқан. Осы мамандыққа әскери қатарынан оралған соң орналастым. Негізі бала күнінен кинолардан, бағдарламадан құтқарушылар туралы көріп, қызығушылығым оянған. Осы мамандыққа келіп, жұмыс барысын көріп, одан әрі қызығушылығым ояна түсті. Осы мамандық менікі екенін түсіндім. Осы мамандыққа алғаш келген жылдары Михайловск көшесінде көп қабатты тұрғын үйде 3-ші қабатында өрт шыққаны туралы шақырту түсті. Шақырту орнына жеткенде пәтерде ер адамның қалып қалғаны туралы ақпарат беріледі. 3-ші қабатқа кіріп, жанып жатқан пәтердің ішіне кіргенде, жуыну бөлмесінде ер адамның ес-түссіз жатқанын көріп, ер адамды тез арада таза ауаға көтеріп шығардық. 2024 жылы көктем уақытында өрт қауіпті кезеңде Тоғас көшесінде жеке тұрғын үй аумағында бірнеше үйдің қатар жануы және де автокөліктің жануы орын алды. Шақырту орнына бір бөлімшемен бардық. Бір бөлімшемен барып, ол жерде басқа да күштер мен құралдар шақырып, тез әрекет етуіміздің арқасында өрттің ары қарай тарауын болдырмай, басқа да үйлердің жануын болдырмай аман алып қалдық. Ең бірінші спортпен айналысу керек. Физикалық жағынан мықты болу керек. Және де ер жүрек қауіп қатерден қорықпайтын, төтенше жағдай орын алғанда әрдайым көмекке әзір тұратын ер азамат болу керек деп ойлаймын. Өз отбасым жайлы айта кетсем, үйленгем, бір ұлым бар. Отбасым осы жұмысқа көбіне сменге кеткен кезде алаңдап отырады. Жұмыста жүріп кейде звондап сұраған кезде өрт болды ма дегенде болған жоқ деп, болса да сөйтіп айта саламыз. Үйдегілер алаңдамасын деп. Осы мамандықта ең жақсы жағы бір адал дос табу деп ойлаймын. Бұл мамандықта жеке құрамның бір-біріне деген сыйластығы, адалдығы бірінші орынға қоюға болады. Өйткені өзімен бірге жанында жүрген, өртке бірге кірген балалар сені еш уақытта жұмыстан тыс уақытында да бір-біріне көмек беруге, қол ұшын созуға әрдайым дайын тұрады. Өрт сөндіруші мамандығы нағыз ер азаматтардың жұмысы деп ойлаймын. Өйткені әр сменге түскенде, әр шақыртуға шыққанда жұмысымыз қауіп қатерге толы. Өрт орындарында газ баллонының жарылуы, немесе жанып жатқан ғимараттың кенеттен құлауы мүмкін. Және де әртүрлі төтенше жағдайлардың орын алуы мүмкін. Соған қарамастан мен өз мамандығымды жақсы көремін.